Талдықорғанда мемлекеттік тілді үйрету, әдіс, тәжірибе, инновация атты республикалық семинар өтті. Жиынның мақсаты мемлекеттік тілді оқытудың әдістемесін жетілдіру, озық тәжірибені зерделеу және қорыту, оқытудың инновациялық әдістері мен технологияларын тәжірибеге енгізу. Семинарға әдіскер ғалымдар, тіл мамандары, Астана, Алматы қалалар және облыс орталықтарындағы тілдерді дамыту басқармаларының басшылары, мемлекеттік тілді оқыту орталықтарының мамандары қатысты. Жиында қазақ тілін оқытудың тиімді тетіктері мен әдіс тәсілдері жан-жақты сөз болды. Сондай-ақ үздік әдіскерлердің шолу және онлайн режимдегі шеберлік сабақтары да әсерлі өтті. Ересектерге, мемлекеттік қызметкерлерге мемлекеттік тілді үйрету қай деңгейде жатыр, әдістеме қай деңгейде, қандай әдістемелік ғылыми ізденістер бар, осыны бір сараптап алу. Біздің елімізде мемлекеттік тілге сұраныс артып келе жатыр. Сол сұраныс артқан сайын біздің әдістемемізде сол сұранысты қанағаттандыру үшін дамиды деп ойлаймын.